Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен талшын. Бүгін сіздермен күз айында өте бәріміз жақсы көріп жейтін жүгеріні қысқа дұрыс қатырудың жолдарын және қалай ерекше етіп пісіруді көрсететін боламын. Ол үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жұмсақ сүтті жүгерлер қажет болады. Осылай барлығының қабығын ашып дайындап алатын боламыз. Бұл жүгерлерді кез келген дүкеннен немесе базардан алсаңыздар болады. Қазіргі күз айында тиімді бағада сатылады және немесе үй жағдайында өсірілген жүгеріні қатырсаңыздар болады. Қатты болып қалған жүгерлер жарамайды. Жұмсақ сүтті жүгерлерді қатыру қажет және осылай өзіңізге ыңғайлы кез келген пакетке жеке-жеке салып қатырсаңыздар болады, немесе осылай тағы бір пакетчикті алып барлығын бір пакетке салып қатырсаңыздар болады. Бір-біріне жабысып қалмайды және қыста үсіп кетпейді. Және осылай барлығын салып аламыз және қысқы уақытта кез келген уақытта алып қайнатып немесе пісіріп жей берсеңіздер жарайды. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер және үйлеріңізде пищевой пленка болса жеке-жеке салып оған да орап қатырып қойсаңыздар болады және ол да тиімді әдістердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міне осылай барлығын дайындап алдық. Енді мұздатқышқа жібереміз. Және де жүгеріні ерекше етіп пісірудің жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай қалған жүгерлеріміздің барлығының сыртын ашып дайындап аламыз және осылай манты қазанымызды қайнатып алдық. Және осылай лестімізге жұмсақ сүтті жүгерлерімізді орнықтырып шығатын боламыз. Неге осылай орнықтырып шықтық және үстінен бір шай қасық тұзымызды салып жақсылап осылай бойына сіңгенше осылай щеткамен жағып шықсақ болады. Барлық жеріне тұзымызды сіңіріп осылай ертіп шығатын боламыз. Егер сіздер тәттіні қатты жақсы көрсеңіздер, тұздың орнына осылай қантты салсаңыздар болады. Күнделікті тағамға осылай жүгеріні молырақ пайдалансаңыздар, ағзаның қартаюын тежейді және балаларға берсеңіздер, бауыр ауруын және де көз көруін жақсартады. Негізі қартаюды тежейді. Тағамға қуырып қосқаннан гөрі осылай қайнатып немесе пісіріп жесеңіздер өте пайдалы. Жүгерінің түрлері де және олардың сақтау жолдары да пайдасы да адам ағзасына өте көп. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де жүгерінің шашағының өзі үй жағдайында өсірсеңіздер асқазан жолдарына өте пайдалы. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Базарда сатып алып жүрген жүгеріден де керемет болып шығады екен. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осылай сақтап қойып, қыста рахаттанып, салқын күндері жасап көріңіздер. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода кездескенше парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз.